Баршаңызға сәлем. Бұл 6-шы семинар. Бүгін мен сіздерге Қазақ хандығының құрылуы, оның территориясының қалыптасуы, көрші елдермен қарым-қатынасы және билер мен батырлар институты және жеті жарғы заңды жинағы туралы айтып беремін. Қазақ хандығының құрылуы, ең бірінші тақырып Қазақ хандығының құрылуының алғы шарттары. 15 ғасырдың ортасында қазіргі Қазақстан жерінде бірнеше ұлыстар мен хандықтар өмір сүрді. Бірақ олардың арасында билік үшін талас, соғыс және ішкі қақтығыстар көп болды. Әбілқайыр хандығындағы ауыр салықтар мен әділетсіз саясатқа халық наразылық білдірді. Сол кезде Керей мен Жәнібек сұлтандар өздеріне қараған ру тайпалармен бірге Моғолстан жеріне, Шу мен Қозыбасы өңіріне көшіп барып, сол жерде 1465-66 жылдары қазақ хандығын құрды. Бұл қазақ халқының біртұтас мемлекет болып, қалыптасуына ең маңызды тарихи кезең болды. Қазақ хандығының құрылуының басты себептері халықтың өз алдына дербес болуға ұмтылысы, және де экономикалық және этникалық бірігу процесі болды. Соған қоса саяси тәуелсіздікке қол жеткізу еді. Екіншіден, ол қазақ хандары және территорияның қалыптасуы. Алдымен қазақ хандығының алғашқы хандары Керей мен Жәнібек. Олар хандықтың негізін қалап, елдің тәуелсіздігін нығайтты. Кейін Қасым хан билікке келіп, хандықтың шекарасын кеңейтті. Оның тұсында қазақ хандығының жері Жайықтан Ертіске дейін, Сырдариядан Балқаш көліне дейін созылды. Қасым хан ел басқаруда Қасым ханның қасқа жолы атты заң жүйесін енгізді. Одан кейін Хақназар хан елдің бірлігін сақтап, көрші елдермен байланыс орнатты. Ал Есім ханның кезінде Есім ханның ескі жолы заңдары жасалды. Содан кейін Тәуке хан тұсында қазақ хандығы өзінің ең қуатты кезеңіне жетті. Ол елдің ішкі бірлігін күшейтіп, жеті жарғы заңдар жинағын қабылдатты. Осы хандардың еңбегі арқылы қазақ хандығының территориясы кеңейіп, мемлекеттің негізі нығайды. Келесі тақырып қазақ хандығының көрші елдермен саяси қарым-қатынасы болып табылады. Қазақ хандығы өз заманының ірі мемлекеттерінің бірі болды. Сондықтан ол көптеген елдермен саяси және сауда қатынастарын орнатқан. Алғашында Моғолстанмен достық қатынаста болды, себебі Есенбұға хан Керей мен Жәнібекке қоныс берді. Бірақ Сырдария бойындағы қалалар үшін қазақ хандығы мен Шайбани әулеті арасында ұзақ жылдар бойы соғыс жүрді. Ресеймен қарым-қатынас 16 ғасырдың соңында басталды. Қазақтар Ресеймен сауда жасап, елшілер алмасып тұрды. Кейін бұл байланыстар 18 ғасырда біртіндеп саяси тәуелділікке айналды. Сондай-ақ қазақ хандығы жоңғарлармен ұзақ әрі ауыр соғыстар жүргізді. Бұл соғыстардың ең қиын кезеңі Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама деп аталады. Қазақ батырлары мен халықтың бірлігі арқасында ел өз тәуелсіздігін сақтап қалды. Енді 4-ші тақырып билер мен батырлар институты және де жеті жарғы заң жинағы. Қазақ қоғамында билер мен батырлардың рөлі ерекше болды. Билер ел ішіндегі дау жанжалды шешіп, халықтың бірлігін сақтаған әділ адамдар. Ең белгілі билер Төле би, Қазыбек би және Әйтеке би. Олар әділдік, бірлік және ынтымақ принциптерін ұстанып, елдің рухани тірегі болды. Батырлар елін, жерін қорғаған ержүрек адамдар. Олардың қатарында Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай, Райымбек, Малай Сары сияқты батырлар бар. Олар жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте ерекше ерлік көрсетті. Соған қоса Тәуке хан тұсында қабылдаған жеті жарғы қазақ қоғамындағы заң жүйесінің шыны. Онда жер дауы, жесір дауы, құн дауы, ұрлық, кісі өлтіру, ел қауіпсіздігі және руаралық қатынастар туралы баптар қамтылған. Бұл заң ел ішіндегі тәртіпті нығайтып, әділдік пен тұрақтылықты қамтамасыз етті.
Енді бұл төрт тақырыпты қорытындылай келе, қазақ хандығы қазақ халқының мемлекеттілігін негізін қалаған тарихи мемлекет. Оның құрылуы халықтың бірлігі мен тәуелсіздікке ұмтылысының нәтижесі. Қазақ хандары, билер мен батырлар елдің еркіндігі мен тұтастығы үшін күресіп, ұлт тарихында өшпес із қалдырды. Бүгінгі тәуелсіз Қазақстан сол ата-бабаларымыздың арманының жүзеге асқанының айығы.